Жүздеген жылдар өткен соң, Адам мен Джейк Антарес деп аталатын планетаға ұшып барады. Болжам бойынша, бұл жерде 900 жыл бұрын адам колониясы қоныстанған. Бірақ олар жермен ешқашан қайта байланысқан жоқ. Енді олар адамзаттың соңғы үміті. Байланыс құралдарынан тек шудың ғана естілуіне байланысты. Екеуі қонуға және зерттеуге шешім қабылдайды. Ғарыш кемесі Антареске жақындаған сайын, оның бортында діріл пайда болады. Бұл ғаламшардың ерекше гравитациялық тартылысына байланысты. Радиация барлық навигациялық жүйелерді істен шығарады. Сондықтан ер адамдар кемені қолмен басқаруға мәжбүр болады. Кеме жылдам биіктігін жоғалта бастайды. Сондықтан олар қозғалтқыштарды іске қосып, жердің үстімен ұшуды жалғастырады. Бастапқыда бәрі ойдағыдай болғанымен, көп ұзамай олар бірнеше тасты жоталарға соқтығысып, қонуға тырысқан кезде, өкінішке қарай, ғарыш кемесі апатқа ұшырайды. Бақытына орай, 2 адам да тірі қалады. Бірақ Джейктің иығы ауыр жарақат алады. Кеме толықтай жойылғандықтан, оны қайту үшін пайдалану мүмкін емес. Адам Джейкке көмектесіп сыртқа шығады. Сол кезде олардың айналасын құмды шөл қоршап тұрғанын көреді. Аспанда 2 ай көрінеді. Авариялық жинақты пайдалана отырып, адам Джейкке ауырсынуды басатын инъекция жасайды. Және оның иығынан металл сынығын алып тастайды. Джейк жақын жерде ит барын көрсетеді, бірақ адам оны көрмейді. Сондықтан мұны дәрінің әсері деп ойлайды. Адам Джейктің жарасын таңып жатқанда, кенеттен иттің үрген дауысы естіледі. Адам тексеруге шығады, және біраз серуендеген соң, қолында пышағы бар, үсті басы алба-жұлба болған Уилл есімді баланы және оның итін табады. Уилл жыланбастардың артынан келе жатқанын айтады. Бірақ адам оған көмектеспек болғанда, бала қашып кетеді. Уилл бар күшімен жүгіреді, бірақ көп ұзамай жыланбастар оны қоршап алады, олардың әйел жауынгерлер екені анықталады. Қорыққан Уилл итін босатып, шайқасуға дайындалады. Бірақ жауынгер әйелдер оны оңай қарусыздандырып, басынан ұрып, сүйреп әкетеді. Адам Уиллдің артынан қуып келеді, бірақ жеткен кезде тек оның пышағы ғана қалады. Кенеттен жер сілкінісі басталады, бірақ бақытына орай ұзаққа созылмайды. Адам білезігін пайдаланып, Джейктің жағдайын тексереді. Содан кейін іздеуді жалғастырады. Ол бір ғибадатхананы байқап, ішіне кіреді, онда әйелдер тобы Сумуру деп ұрандатып тұр. Сол сәтте ханшайым Сумуру кіріп келеді. Албас Абыс Таксон ұлы жылан құдайына арналған рәсімнің басталатынын хабарлайды. Кенеттен үлкен жылан шұңқырдан шығады. Әйелдер оған құлшылық еткен соң, Уиллді құрбандыққа шалады. Осы кезде Доу есімді күзетші айғайлап, Уиллдің оның бауыры екенін жария етеді. Доу ашуға мініп, оны қоршаған жауынгерлерге найзасымен шабуыл жасайды. Бар жоғы бірнеше минуттың ішінде Доу жауынгерлердің көбін жер жастандырады, ал соңғысын шұңқырдың жанына қарай теуіп жібереді. Нәтижесінде жылан Уиллдің орнына сол әйелді жеп қояды. Жылан кеткен соң, Таксон оларды рәсімді бұзғаны үшін айыптап, жауынгерлерге бауырларды қоршауды бұйырады. Алайда Сумуру оны тоқтатып, заңды еске салады, еркек адам өлтіреді. Сондықтан еркекті өлтіруге болады, бірақ әйелді емес. Доу әйелді өлтірген, бірақ бұл өзін өзі қорғау болғандықтан, ол Сумурудың қорғауында қалады, ал бала кешірімге ие болады. Таксон наразылық білдіреді, бірақ дәл осы кезде адамға Джейктен хабарлама келеді. Бұл оның ғибадатханада екенін әшкерелейді. Таксон сарбаздарына оны ұстауды бұйырады, бірақ адам төбеге оқ атып, назарды басқа жаққа аударып қашып кетеді. Доу осы мүмкіндікті пайдаланып, Уиллге де қашуға мүмкіндік береді. Ал Таксон жауынгерлерін адамның соңына жібереді. Біраз уақыттан кейін Уилл мен адам апат орнына қайта оралады. Бірақ Джейкке қосылуға үлгермей жатып, сарбаздар жетіп келіп, оларға оқ жаудыра. Адам Уиллді Джейкке қарай жүгіртіп жібереді, ал өзі жауынгерлерге қарсы оқ атып, жарылыс ұйымдастырып, оларды бөгейді. Джейк Уиллді кеменің ішіне кіргізеді, ал адам соғысуды жалғастырады. Бірақ кенеттен аяғына улы жебе тиеді. Күресуге қауқарсыз болған ол кемеге әрең өрмелеп шығады, ал Уилл оған жебенің уланғанын айтады. Жауынгер әйелдер кемені қоршап алып, шабуыл жасауға дайындалады. Дәл сол сәтте Сумуру өзінің жасағымен келіп, шабуылды тоқтатуды бұйырады. Таксонның жауынгерлері оның билігін мойындамай, Таксонға ғана бағынатындарын айтады. Бірақ Сумуру патшайым, сондықтан оның бұйрықтары Таксонның бұйрықтарынан жоғары тұрады. Сол кезде сарбаздар кетіп қалады, ал Сумуру кемеге кіріп, адамның аяғынан жебені алып тастайды. Және оған есінен тандыратын қарсы ой егеді. Содан кейін Доу мен күзетшілерге ер адамдарды тұтқынға алуды бұйырады. Көп ұзамай жазылып шыққан адам Сумурудың сарайында оянады. Күзетшілер Джейкті де алып келеді, оның да жағдайы жақсы. Өйткені жергілікті тұрғындар оның жарасын емдеп берген. Олар жағдайды талқылап, осы уақытқа дейін тек әйелдерді ғана көргендерін түсініп, бұл таңғаларлық екенін айтады. Сондай-ақ барлық адамдардың ағылшынша сөйлейтінін байқайды, демек, олар жерден жіберілген бастапқы экипаждың ұрпақтары болуы мүмкін. Бұл кезде Уилл жасырын түрде бөлмеге кіріп кетеді. Джейк адамға жер сілкінісінен кейін зерттеу жүргізгенін, және бұл ғаламшардың үлкен тектоникалық өзгерістерден өтіп жатқанын айтады. Жер астында жанартаулар, магма ағыстары қозғалып жатыр. Тіпті магнит өрістері өзгеруде,
бұл олардың кемесінің жүйесінің істен шығуына себеп болды. Бұл дегеніміз, Антарес небәрі 2 айдан кейін жарылып кетуі мүмкін. Содан кейін адам қолындағы сканерді өзімен Джейкке бағыттап, олардың денсаулығын тексеріп, белгісіз вирус туралы айтады. Кенеттен тағы бір жер сілкінісі басталып, олар құлап түседі. Бұл ұзаққа созылмайды, ал аяқталған соң, Уилл оны жер астымен қозғалып жатқан қасиетті жылан тудырды деп түсіндіреді. Сондай-ақ ол сканер туралы сұрайды. Сондықтан адам оны баланың қолына бағыттап, бұл жерде вирус жоқ екенін растайды. Оларды Доу бөліп жібереді, ол Сумурудың адамды көргісі келетінін хабарлайды. Адамды Ханшайымның бөлмесіне алып барады, ол жерде оның қалай шомылатынын бақылауға мәжбүр болады. Жуынғаннан кейін Сумуру адамның қаруын алып, оны төбеге атып көреді. Шыққан жарылыстан риза болған ол күзетшілерін шығарып жіберіп, адаммен жеке сөйлескісі келеді. Адам жер мен отаршылар жайлы айтқанда, Сумуру бұл ғаламшардағы өркениеттің 914 жыл бұрын басталғанын түсіндіреді. Бұл адамның айтқанымен сәйкес келеді. Содан кейін адам білезігіндегі голограмманы қосады, ал Сумуру бастапқыда оны сиқыр деп ойлайды. Антареске келген колонистер 50 жыл бойы басқа адам қоныстарымен байланысып тұрған. Бірақ адамзат соғыстардан кейін байланысын жоғалтқан. Өркениетті қалпына келтіруге 200 жыл қажет болды. Ал сол уақыт ішінде олар Антарес туралы ұмытып кетті. Сумуру неге енді ғана келгендерін сұрайды. Ал адам ғаламшардың тұрақсыз екенін айтып, көмектесу үшін келгендерін түсіндіреді. Ханшайым мұнда мұнай мен газ өндірілетінін, мүмкін, барлық қиындықты осы тудырғанын айтады. Алайда жергілікті халық жауапты Құдайдан іздейді. Ал Таксон осы сенімді рәсімдері арқылы нығайтып келеді. Таксон бастапқыда болашақ ханшайым болуға тәрбиеленген, себебі оның отбасынан 4 патшайым шыққан. Алайда билеушіні халық таңдайды, ал Сумуру жеңіске жеткен соң, Таксонның реніші сейілген жоқ. Адам Сумуруға ғаламшарды эвакуациялау керектігін айтады. Бірақ ол оның ғарыш кемесі жойылғанын, және ер адамдар тек қараңғылық қарғысын әкелетінін алға тартады. Адам Антарес ерлері туралы сұрағанда, Сумуру оны шахталарға апарады. Алайда олардың соңынан Уилл байқатпай еріп келеді. Адам қатты таңғалады, барлық ер адамдар құлдықта ұсталады, өйткені олар бұлшық ет күші үшін қажет, ал әйелдер ақылымен билік жүргізеді. Ашулы адам қарсылық білдіріп, Сумурудың қолынан ұстап алады. Бірақ ол сабырлы қалыпта ер адамдар өткенде тек қан төгіс әкелгенін түсіндіреді. Ол әйелдердің еркектермен тек ұрпақ жалғастыру үшін ғана жақындасатынын айтып, адамды сүйеді. Таксон бәрін алыстан бақылап тұр. Адам бұның бейбітшілік емес, құлдық екенін айтқанда, Сумуру оған жұдырық жұмсай бастайды. Алғашқы соққылар дәл тиеді, бірақ көп ұзамай адам олардан жалтарып, ақырында Сумуруды ұстап алады. Доу артынан адамды ұрып құлатады. Ал Ханшайым сарбаздарға адам мен Джейкті қамауға алуды бұйырады. Осы сәтті пайдаланған Таксон өз жауынгерлеріне Сумурудың күзетшілерін өлтіріп, адам мен Джейкті ұрлауды бұйырады. Сумурудың сарбаздары адамды туннел арқылы алып бара жатқанда, Таксонның жауынгерлері көлеңкеде жақындап келеді. Осы сәтте Уилл ескерту үшін айқайлайды. Бірақ тым кеш Доу мен басқа күзетшілердің барлығын жебелермен атып өлтіреді. Таксонның жауынгерлері адамды қолға түсіреді, ал Уилл әпкесіне жүгіріп келеді. Ол Сумуруға не болғанын айтуды сұрайды. Содан кейін Доу қайтыс болады. Адамды Таксонның бөлмесіне әкеледі, ол оған Сумуруға қарсы күш біріктіруді ұсынады. Таксон отаршылар келгенде, Құдай олардың терраформингіне ашуланып, найзағай жіберіп, ерлердің көбін өлтіргенін айтады. Ол Құдайдың сиқырына сенеді және Сумурудың ғылымға деген қызығушылығын ұнатпайды. Өйткені бұл Құдайдың қаһарын тудырған деп санайды. Таксон адамды ұстап, оған жақындай бастайды. Бірақ адам қабырғада ілініп тұрған экранды байқап қалады. Таксон оны ежелгі заманның жәдігері деп атайды. Адам экранға жақындап келе жатқанда, кенеттен жылан шығады. Таксон оны қасиетті балаларымның бірі деп атайды. Бірақ адам оны жерге лақтырып, таптап өлтіреді. Таксон оны өлім жазасына кесуі керек екенін айтады. Бірақ соның орнына оны сүйе бастайды. Таксон алаңсыз болғанда, адам білезігін экранға қосуға тырысады. Бірақ жүйе дұрыс жұмыс істемейді. Таксон білезікті сиқыр деп ойлап, оны беруді талап етеді. Адам бас тартқанда, ол пышақ алып, шабуыл жасайды. Алайда, адам жылдам қимылдап, оны қарусыздандырады. Таксон сарбаздарын шақырып, адамды шынжырлауды бұйырады. Бірақ күзетшілер шлемдерін шешкенде, олардың Сумуру мен Джейк екені анықталады. Сумуру Таксонның әйелдерді өлтіру арқылы заң бұзғанын айтып, оны ұрып есінен тандырады. Содан кейін Сумуру, адам, Джейк және Уилл қайта қауышады. Ханшайым барлық адамды өртенген аймаққа апаратынын хабарлайды. Ал бұл сөзден Уилл қатты қорқады. Джейк адамға өзінің зерттеу жүргізгенін айтып, отаршылардың ер адамдарын өлтірген апаттың радиациядан болғанын болжайды. Бұл дегеніміз, командалық орталықта өте тұрақсыз қуат реакторы бар. Топ туннелдері арқылы қауіпсіз өтуге тырысады. Жолда Сумуру жергілікті халық өртенген аймақтан ғасырлар бұрын қашып шыққанын түсіндіреді. Және сол заманнан бері Ханшайымнан Ханшайымға өтетін көне жәдігер бар екенін айтады. Жігіттер жәдігерді қарағанда, отаршылар кемесінің суретін көреді, ол әлі де өртенген аймақта тұр. Сумуру оларды сол жерге апарғысы келеді, өйткені олар бұл ғаламшарға одан әрі зиян тигізбей кетуі керек. Топ туннелдерден өтіп бара жатқанда,
таксонның жауынгерлері жақындай бастайды. Топ олар көрмей тұрып жасырынады. Егер жауынгерлер қозғалып жатса, таксон дабыл көтерген болуы мүмкін, демек барлық шығу жолдары күзетілуде. Алайда Уилл үнемі жасырын жолдарды зерттеп жүреді, сондықтан ол топты балама жолмен алып кетеді. Дегенмен тесік ересектер үшін тым кішкентай болып шығады. Олар жақын маңдағы тағы бір үңгірді байқайды, бірақ Сумуру ол жаққа баруға болмайтынын айтады. Бұл жігіттердің күдігін тудырады. Уилл оларға бұл түрме екенін айтады. Сондықтан адам мен Джейк сол бөлмеге жүгіріп барып, жер астында торда ұсталған көптеген ер адамдарды көреді. Ер адамдардың құқықтары туралы пікірталас басталады, бірақ Сумуру тұтқындарды босатудан бас тартады. Сол кезде Уилл мен Джейк торды өздері ашуға тырысады. Сумуру оларға арбалетпен қорқытады, бірақ олар дауласып жатқанда таксон сарбаздары оларды тауып алады. Атыс басталып, Сумуру жауларды бірінен соң бірін құлатады. Ал Джейк осы сәтті пайдаланып торды ашуға тырысады. Қосымша жауынгерлер келген кезде адам Сумуруды өзіне қаруын қайтаруға көндіреді және туннелге оқ атып, үлкен жарылыс жасап, барлық жауларды бірден жояды. Осыдан кейін адам ерлерге тордан шығуға рұқсат береді. Олар қорқып кідіргенде Сумуру да кетуге бұйырады. Сонда тұтқындар ақыры бостандыққа шығады. Содан кейін топ жақын маңдағы шығысқа бет алады және жер бетіне көтеріледі. Арттарынан тағы жауынгерлердің жақындап келе жатқанын естіген соң, олар өртенген аймаққа қарай жүгіреді. Шөлді кесіп өтіп бара жатып, адам Сумуру неге ерлерді босатуға келіскенін сұрайды. Ханшайым әрбір туылған сәтте қасында болатынын және еркек нәрестелердің бар болғаны 1 минут қана еркіндікке ие болатын үшін өзін кінәлі сезінетінін мойындайды. Джейк оның шынайы екеніне сенбейді. Сондықтан адам оған жеке айтып, Джейктің ата-анасы кішкентай кезінде ұрланғанын және оны еңбек лагеріне жібергенін түсіндіреді. Осы кезде таксонның жауынгерлері қашқан тұтқындарды байқайды, бірақ таксон оларға мән бермеуге және Сумурудың тобына барынша назар аударуға бұйрық береді. Сарбаздар өртенген аймаққа кіруден қорқады, бірақ бұйрықты орындауға мәжбүр. Бірнеше сағаттан кейін жаңа жер сілкінісі басталып, топ көтеріліп келе жатқан төбеден төмен қарай домалап кетеді. Абырой болғанда, бұл жер сілкінісі де ұзаққа созылмайды және олар жылдам ес жиып, сапарды жалғастырады. Ақыры, олар бастапқы отаршылардың бірі болған адамның қаңқасын тауып, Джейк оны сканерден өткізіп, оның радиациядан өлгенін растайды. Дәл осы кезде таксон мен оның сарбаздары жетіп келіп, оқ жаудырады. Сумуру тобы қашып кетеді. Нәтижесінде қуғын басталады. Кенеттен тағы бір жер сілкінісі басталып, барлығы тағы құлап түседі. Уилл құмға көміліп қалады, бірақ ересектер оны тез тауып шығарып алады. Адам оны сканерден өткізіп, оның амандығын тексереді. Сол кезде Уилл олардың бұрын вирусты айтқанын естіп қалғанын айтып сұрақ қояды. Сумуру шындықты білгісі келеді. Сондықтан адам оны да сканерден өткізеді. Содан кейін ол жердің әлдеқашан жойылғанын түсіндіреді. Генетикалық соғыстардан қалған вирус ғасырлар бойы иықтап жатқан, бірақ ақырында қайта белсенді болып, адамзаттың көбею қабілетін жойған. Ем табылмағандықтан, вирус бүкіл галактикадағы колонияларды біртіндеп жойып жіберді. Демек, адам мен Джейк тірі қалған жалғыз адамдар. Олар интерриске соңғы үмітті табу үшін келген. Топ ары қарай жүріп, қараусыз қалған ғимаратқа тап болады. Алдыңғы қақпаны аша алмай, Джейк оны атып ашады да, олар ішке кіреді. Дәл осы сәтте таксон мен оның жауынгерлері келеді, бірақ әйелдер бөгетті кесіп өтуден қорқады. Таксон оларды бағындыру үшін бір сарбазын атып өлтіреді. Ішке кіргеннен кейін, топ ғимараттың ішінде кезіп жүріп, ақырында кванттық реакторды табады. Джейк оны іске қосады, бірақ оның тұрақтылығын тексеру үшін біраз уақыт қажет болады. Ол Уиллмен бірге реакторды жөндеп жатқанда, адам, Сумуру және бір күзетші іздеуді жалғастырып, ақыры бастапқы ғарыш кемесін табады. Олар ішке кіріп, адам консольды қосады, бірақ ұшып шығу үшін реактордың қуаты қажет екенін растайды. Ол Сумуруды өздерімен бірге кетуге көндірмек болады, өйткені планета жақын арада жойылады. Бірақ Сумуру өз халқын тастап кете алмайтынын айтады. Джейк реакторды жөндеп болған соң, адамға хабарласады. Ол жазбаларды да тексеріп, қасиетті жаза болмағанын анықтайды. Бұрынғы жарылыс құрылымдық әлсіздіктен болған, ал ер адамдар жұмыс істеп жатқанда қайтыс болған. Әйелдер үйлерінен алыстағы жарықты көріп, оны Құдайдың қағары деп ойлаған. Сумуру өзінің халқы сеніп келген тарихтың жалған екенін түсініп, күйзеліске түседі. Кенеттен Уилл көлеңкелер арасынан біреудің қозғалғанын естиді, бірақ Джейк оған сенбейді және кемеге қуат жібереді. Адам бәрі дұрыс істеп тұрғанын растайды, бірақ Джейк дабылдың қосылғанын байқайды және реактор жарылуы мүмкін деп қауіптенеді. Кеме 82% қуат жинап қойғандықтан, адам оған реакторды өшіруді тапсырады. Алайда Джейк әрекет етіп үлгермей тұрып, таксон мен оның сарбаздары келіп, оқ жаудырады. Бұл реакторға одан әрі зақым келтіреді. Джейк дереу Уиллмен бірге жасырынуға кіріседі және білезік арқылы басқаларға ескерту жібереді. Таксон Джейкті атуға дайын болғанда, Сумуру кенеттен пайда болып, оны артынан қууды мәжбүрлейді. Сарбаздар да олардың артынан жүруге тырысады, бірақ адам атып, олардың жолын жауып тастайды. Содан кейін Сумуру мен таксон қоян қолтық шайқасқа кірісіп,
құрылымға одан да көп зақым келтіреді. Әйелдер бір-біріне лайық қарсылас болғандықтан, шайқастың соңы көрінбейді. Джейк реактордың 5 минут ішінде жарылатынын хабарлаған соң, адам оған Уиллмен бірге кемеге баруды тапсырады. Сарбаздар жақындай бастайды, бірақ адам тағы бір рет атып, оларды тоқтатады. Сумуру мен таксон шайқасты жалғастырады, бірақ адам жақындап келе жатқан жарылыс туралы айтқанда, Сумуру таксонды жеңуге күш табады. Ол таксонды қарусыздандырып, оны электр қорабына лақтырып, тоқпен соқтырады. Топ кетуге дайындалып жатқанда, таксон тірі екенін көрсетіп, қайта шабуыл жасайды. Бірақ бұл жолы адам оны атып өлтіреді. Топ жүгіріп барып, соңғы сәтте кемеге мініп үлгереді. Олар еш қиындықсыз көтеріледі де, қаланың үстінен ұшады, ал жергілікті халық оларға таңданып қарайды. Сумуру өз халқы үшін алаңдап, қайғырады, бірақ адам оны сүйіп жұбатады. Жер сілкіністері күшейе береді, яғни Джейк қателескен, және планета тез жойылып барады. Алайда адам оған кемені тоқтатуды бұйырады, өйткені ол бәрін құтқаруға жеткілікті үлкен. Кеме жерге қонғаннан кейін, Сумуру өз халқына жұлдыздарға бірге кететіндерін айтады. Ер адамдар әлі де сенімсіздік танытады. Сондықтан Сумуру өз қамшысын лақтырып, барлығын ішке бастайды. Кенеттен алып жылан жер астынан шығып, тағы бір жер сілкінісін тудырады. Ол кемені шайқап, тістей бастайды. Бұл ұшуға кедергі келтіруі мүмкін. Камералар арқылы жыланның орнын анықтаған соң, адам Джейкке белгілі бір қозғалтқышты іске қосуды бұйырады, ал от жыланды қорқытады. Қашып кетуге тырысқанда, Джейк жалынды күшейтіп, оны өртеп жібереді. Одан кейін кеме ақыры планетаны тастап кетеді. Барлығы ұзақ сапарға ыңғайланып жатқанда, бір күзетші Уиллге оның итін көрсетіп, оны қуантады.